Сіздің балабақшада нелер көп бала? Кітаптар. Кітаптар қандай болады бала? Қалың кітаптар болады екен, үлкен кітаптар. Ертегі кітаптар болады екен. Электрондық кітаптар бар екен. Тақпақтар болады екен. Өлеңдер болады екен. Өте жақсы. Ал сендерге кітап оқыған ұнайды ма балалар? Олай болса, бүгін де өз таңдауыңызды жасап, қалаған кітаптарыңызды көріп, бірге оқиық. Қарсы емессіңдер ме? Ал кеттік. Қалай жасайды екен? Ет тағамы қосылады екен. Оған не қосады екен? Сүт қосады екен, айран қосады екен. Я? Өте жақсы. Ал ары қарай көре ғой. Мақта қыз бен мысық ертегісі. Араса мысығы келеді. Мақта қыз, сен мені неге шақырдың дейді мысық. Айтпаймын деп сұрады мақта қыз. Ендеше мен сенің қабығыңды білмеймін. Мақта қыз, ой, жапырағы келді. Менің қабығым ашып тұр. Балалар, бүгінгі оқыған кітаптарың өздеріңе ұнады ма? Қызықты болды ма? Өте жақсы. Олай болса, орнымыздан жинастырып қояйық. Ары қарай электронды кітапханамызға барып тағы да жалғастырайық. Мысалы, тыңдауларымыз оқыған мектептен тыңдағанымызда біз QR-код қосымшасы арқылы оны сканерлейміз кодымызды, және де басы біз өзіміз қалаған ертегімізді тыңдауымызға болады. Жол шығады. Бірі жақын, бірақ жақын болғанмен алыс. Бірі алыс болғанмен жақын. Мысық келіп не істейді? Мысық келіп иттен ұстайды. Ит немересінен ұстайды. Немере әжесінен, әжесі атасынан ұстайды. Атасы шалқарды